Қайырлы күн, мен Есенова Мақпал Саятовна, Алматы облысы Райымбек ауданы Албан Асан Барманбекұлы атындағы орта мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің педагог зерттеуші санатына үміткер маманмын. Құрметті оқушылар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, сабағымызды бастаймыз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бірінші тапсырма экранға назар аударайықшы. Мына суреттен нені байқап тұрмыз? Бұл біздің сыныбымыздағы Данелдің өзінің салған суреті. Не айтар едіңіздер? Бұл әуе кемесіндегі Данелдің өзі екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Алдыңғы сабақта мен сендерге өз қиялдарыңды қағаз бетіне сурет арқылы түсіріңдер деп тапсырма берген болатынбыз. Ендеше бүгінгі біздің экраннан көргеніміз Данелдің өзінің салған суреті, яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бала қиялы деп аталады. Сабағымыздың мақсаты тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау. Көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру, тыңдалған мәтін мазмұны негізінде негізгі ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру, сұрақтарға жауап беру, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау. Бағалау критерийлері: тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжайды, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіреді, тыңдалған мәтін мазмұны негізінде нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырады, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайды. Балалар, өткен сабақта мен сендерге қиял ерекше әсер ететін өнер адамдарын және олар туралы мәліметтермен алдын ала танысып біліп келуге тапсырма берілген болатын. Келесі айтылым тапсырмасы еркін микрофон әдісімен қойылған сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: қай өнер адамына қиял ерекше әсер етеді деп ойлайсыңдар? Не себепті? Екінші сұрақ: әлемге танымал қандай суретшілерді білесіңдер? Үшінші сұрақ: қазақ суретшілерінен кімдерді білесіңдер? Және олардың қандай картиналарын көрдіңдер? Мына суретшілердің қайсысы таныс? Олар туралы, олардың шығармашылығы жайлы не білесіңдер? Жарайсыңдар балалар, сендер өздеріңнің танымдық қабілеттеріңді жақсы көрсеттіңдер. Енді осы алған білімдеріңді одан әрі толықтыру үшін экранға назар салайық. Әбілхан Қастеев, қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Екінші суретте бейнеленген Гүлфайрус Мансұрқызы Исмаилова, қазақ кескіндемешісі, театр және кино суретшісі. Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстанның халық суретшісі, платинды тарлан сыйлығының иегері. Үшінші суретте бейнеленген әлемге әйгілі Мона Лиза картинасының авторы Леонардо да Винчи. 1452 жылдың 15 сәуірінде Флоренцияға жақын жердегі Винчи қаласының маңындағы Аникано қыстағында дүниеге келген. Ол тек суретші ғана емес, сонымен бірге мүсінші, сәулетші, ғалым, анатом, өнертапқыш, жазушы. Леонардо да Винчи ойлап тапқан және ол ойлап тапты деп есептелетін заттар: парашют, велосипед, танк, жиналмалы әскери көпірлер, прожектор, робот, тағы басқа заттар. Мен биыл қазақтың ұлы ақыны Жамбыл Жабаевтың композициялық портретін жасаумен шұғылданамын. Бұл картина Жамбылдың Москвада қылып алғанда Ильич Ленин мавзолейінің алдында тұрғанын көрсетпекпін.
Әбілхан Қастеевтей атын әлем таныған қазақ баласы некен саяқ. Ол суретші ретінде өзіндік дара қолтаңбасымен ерекшеленіп қана қоймай, туған жері мен елін перзенттік махаббатпен жырлай алған бір туар дарын иесі. Әбілхан Қастеев ұлттық бояу мен қазақ халқының шынайы бейнесін шебер сомдай білді. Оның әрбір туындысынан далалық дәстүрдің иісі аңқып тұрады. Қыз жібектің күймесі, киіз үйдің ішкі көрінісі, талас аңғары, жайлау, қымызшылар, көкпар. Осылардан қай-қайсысын алсаңыз да қазақтың тұрмыстық ерекшелігін айшықтап көрсететін этнографиялық туындылар. Әбілхан Қастеев этнограф, зерттеуші, зерек суретші болатын. Хан Кенесары мен халық батыры Амангелді Имановты, кемеңгер ақын Абайды, ән сардары Біржан Салды, біртуар ғалым Шоқан Уәлиханов пен сөз сүлейі Сүйінбайдың түр әлпетін ел аузынан жинақтау арқылы мүлтіксіз бедерлеп, баға жетпес құнды картиналарға айналдырды. Мәселен, бір ғана Амангелді батырдың бет бейнесін жасау үшін 30 жыл бойы ізденген екен. Алғашқы қазақ суретшілерінің бірі Әбілхан Қастеев жанқиярлық шығармашылығымен қазақ елінің бейнелеу өнері тарихындағы жарқын құбылысқа айналды. Оның есімі ұлт мәдениетінің тарихында саналы ғұмырын туған еліне толықтай арнай білген тұлғалар қатарынан түспейді. Балалар, келесі орындайтын тапсырмамыз тыңдалым тапсырмасы. Біз негізгі залда аудио жазба тыңдаймыз. Тыңдап болғаннан кейін сессия залы арқылы 3 топқа бөлінеміз. Балалар, мұқият болайық. 3 залға 3 түрлі тапсырмалар беріледі. Бірінші топтың тапсырмасы. Тыңдалған мәтін бойынша 5 сұрақ құрастырамыз. Екінші топ. Тыңдалған мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаймыз. Үшінші топ. Мәтін бойынша жоспар құрамыз. Яғни сендер тыңдалған мәтін мазмұны негізінде нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған 5 сұрақ құрастырасыңдар, негізгі және қосымша ақпаратты анықтайсыңдар, және берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құрамыз. Ендеше мәтін мазмұнын мұқият тыңдайық. 5-6 сабақ. Бала қиялы. 4-ші тапсырма. Әр шығармашылық иесінің өмірде өшпес із қалдыратын өз жолы бар. Қасымбек ағаның балалық шағы сонау дүниежүзілік соғыс алапатымен тұстас болды. Ол алғаш мектеп табалдырығын аттағанда қолына ұстаған қаруы сиясауыт болатын. Бәлкім, қазірде суретті гуашпен салғанды ұнататыны сондықтан болар. Балалық шағым соғыстың қиыншылық кезеңіне тап болып, сурет салуға қылғалам таппайтынбыз. Сурет салуға ынтық болғанымыз сонша, есектің құйрығынан не аттың жалынан қылғалам жасап, сиясауыттағы сияға батырып бояйтынбыз деп, Қасымбек аға алыста қалған жылдарды сағына еске алды. Мектепте жүргенде қабырға газетін сиямен бояп көркемдедік. Ауылдан 7 шақырым жердегі Ақтам мектепке жаяу баратынмын. Ақтам деуіміздің себебі, мектеп күллі ауылдағы сырты әкпен ақталған жалғыз үй болатын. Ол кезде сағат деген атымен жоқ. Шамамен жобалап барамыз. Жаяудың қайбір жүрісі өнсін. Кейде кешігіп барамын. Бірде кешіккеніме ашуланған мұғалім қатты жазалағаны әлі есімде. Сонда қазіргідей үйге жылап баруды білмейміз. Керісінше білімге құштарлана түсеміз, деді ол. Жарайсыңдар балалар. Сендер топта талқылап, жақсы жұмыс жасай алдыңдар. Бір-біріңмен ақылдасып, жұптасып, бірлесіп, ойларыңды жеткізе білдіңдер. Келесі тапсырманы біз мем әдісімен орындаймыз. Балалар, біз суретші қиялын тыңдадық. Ендігі кезекте өз қиялымызды сөйлетіп көрейік. Бала қиялына, яғни өзімізге кезек берейік. Мем бұл өзіңнің әңгімелесушіңді күлдірту үшін немесе жай ғана сарказм ретінде қолданылатын сурет,
бейне, дыбыс, жазба түріне көрсетілетін әзілдер. Мұнда сендер органайзерлердің мазмұнын түсіне отырып, тұрыс қиялдай білуге, ойлай білуге дағдыланасыңдар. Ендеше экранға назар аударайық. Бірінші суретте не бейнеленген? Өз қиялымызбен суретті сөйлетіп көрейік. Жарайсыңдар балалар, сендер өз қиялдарың арқылы қазақ ертегілерінен алынған үзінді мемдарды жақсы сөйлеттіңдер. Балалар, біз бүгін түрлі тапсырма орындадық. Ендігі кезекте біз ақын шыққан, батыр шыққан қасиетті ауылданбыз. Ақын Мұқағали атамыздың жырымен сусындап өсіп келеміз. Ендеше осы ақын атамыздың бүгінгі біздің сабағымызға жақын өлеңдері бар мекен? Ойланып көрейікші. Жарайсыңдар балалар, бәріміз бірлесіп тыңдайық. Мұқағали Мақатаев, фантазия. Жеті қат жеріңна төңкерілген, жеті қат аспан менен көмкерілген. Адамзат бұның бәрін ерте білген, ертегі де табысқан ертеңімен. Ғаламаттар туылған ертегіден. Ғаламаттар жасалған ертегіден, ертегілер қиялын ерте жүрген. Ғаламдық ақиқатты бұл адамзат Галилей Коперниктен ерте білген. Ертегіден жаңарып қала тұрған, ертегіден ғұлама дана туған. Бұл күнгі ғаламаттар алдыменен адамның қиялында жаратылған. Барлығында адамзат қиялдаған, қиялдап жер бетіне сие алмаған. Ойлап отырып кілеміне аспанға ұшудан да ұялмаған. Қиялдап менің дана байғұс бабам алайда атқа мініп байғұшпаған. Бабамның қиялымен қанаттанып, бүгін мен айға қонып. Жарайсыңдар балалар, біздің сабағымыз аяқталып қалды. Сендер бүгінгі сабақта суретшілер туралы танымдық қабілеттеріңді арттырдыңдар және топқа бөліну арқылы бірлесіп жұмыс жасай алдыңдар. Бірлесіп өлең оқи алдыңдар. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылап, әркім өзінің бүгінгі сабақта не алғанын, не үйренгенімізді аяқталмаған сөйлемдер арқылы саралап көрсек. Яғни, бүгінгі сабақта мен нені түсіндім, нені білдім, неге көзімді жеткіздім. Бүгінгі сабақта мені қуантқаны, мен өзімді мақтан етер едім. Бүгінгі сабақта маған ерекше ұнағаны, сабақтан соң маған ой келді, бүгін маған сәті түсті, қызықты болғаны, бүгін маған қиындық тудырды, менің түсінгенім секілді аяқталмаған сөйлемдер әдісімен сабағымызды саралайық. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындылап, бағалау ағашы арқылы кері байланыс жасаймыз. Назарларыңызға көп-көп рахмет.